Вики, бері кел. Вики, бері кел деймін. Дана, сен сөздерді дұрыс айтпай қате сөйлеп тұрсың. Қате? Аға, мен Вики бері кел деп айттым. Ол сөздер солай жазылады. Иә, жазылуы бойынша дұрыс. Бірақ сөздердің айтылуы мен жазылуы барлық уақытта бірдей бола бермейді. Қатесіз сөйлеп, қатесіз жазу үшін мен саған дыбыс үндестігін үйретейін. Сөз бен сөздің, түбір мен қосымшаның арасында қатар келген дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, дауыссыз дыбыстың көрші дыбыспен өзара үндесіп айтылуын дыбыс үндестігі дейді. Вики, бері кел. Ал мынау басшы болып айтылады. Бірақ жазуда түбірлер сақталып жазылады. Ал қатаң Қ, К, П дыбыстарына аяқталатын сөздерге дыбыстарынан басталатын қосымшалар жалғанғанда Қ, Ға, К, Г-ге, П, Б-ға ауысады. Және дыбыс үндестігі бойынша түбірі сақталмай жазылады. Мысалы, құлақ, құлағым, жүрек, жүрегім, доп, добым болып өзгереді. Мен де осылай жазып жүрмін. Бірақ дыбыстардың өзгеріп кеткенін байқамаппын. Сенің бері кел деп айтқаның құлақым, жүрегім деп айтқанмен бірдей қате екенін түсіндің бе? Иә, дыбыс үндестігі бойынша қате сөйлемеу үшін не істеуіміз керек? Ол үшін өзім білетін біраз мысалдар келтірейін. Қатаң Қ, К дыбыстарынан кейін дауысты немесе үнді және ұяң Ж, З, Д дыбыстарынан басталатын сөз я қосымша келетін болса, Қ, Г болып, К, Г болып айтылады. Мысалы, Ағырыс, Ағнұр, Ақжан, Ақдәулет, Бегайдар, Бекзада, Бегнұр. Менің сыныбымдағы Ақнұрдың өзі де атын Ақнұр деп айтады ғой. Сен оған қате сөйлемеу керектігін түсіндір. Жоғардағы мысалға керісінше, қатаң дауыстыларға аяқталған түбірге Г, Г, Б дыбыстарынан басталатын түбір тіркесетін болса, Г, Қ-ға, Г, К-ге, Б, П-ға айналып айтылады. Мысалы, Сәтқали, Ақгүл, Жеңіспек, Отбасы, 75. Н дыбысына аяқталатын сөздерге Б, П дыбыстарынан басталатын қосымша немесе сөз тіркесетін болса, Н дыбысы М болып өзгеріп айтылады. Мысалы, 11, 15, дүйсенбі, сенбі, күнпарақ. Мен осы күнге дейін 11, 15 деп қате айтып санаппын ғой. Н дыбысынан кейін Қ, К, Г, Г дыбыстары келетін болса, Н, ың болып айтылады. Мысалы, оң ғой, күн көру, нанға бару, дүкенге бару. З, С дыбыстарына аяқталған сөздерге Ш дыбысынан басталатын қосымша жалғанса, Ш болып айтылады. Мысалы, теңізші, кеңесші, жұлдызша, орысша. Аға, мұндай заңдылықтар әлі көп пе? Мынау соңғысы. С дыбысынан кейін С дыбысы келсе, С болып дыбысталады. Мысалы, көзсіз, тұзсыз. Вики, бері кел. Мұнда келе ғой. Қайталайық. Дыбыс үндестігі. Сөз бен сөздің, түбір мен қосымшаның арасында қатар келген дыбыстардың
бір-біріне ықпал етіп, дауыссыз дыбыстың көрші дыбыспен өзара үндесіп айтылуын дыбыс үндестігі дейді. Мысалы, Вики, бері кел, немесе басшы болып айтылады. Кейде сөздер дыбыс үндестігі бойынша жазылады. Мысалы, құлағым, жүрегім, добым. Қатаң қ, к дыбыстарынан кейін дауысты немесе үнді және ұяң ж, з, д дыбыстарынан басталатын сөз я қосымша келетін болса, қ, ғ болып, к, г болып айтылады. Мысалы, ағырыс, ағнұр, ақжан, ақдәулет, бегайдар, бекзада, бегнұр. Қатаң дауыстыларға аяқталған түбірге ғ, г, б дыбыстарынан басталатын түбір тіркесетін болса, ғ, қға, г, кге, б, пға айналып айтылады. Мысалы, Сәтқали, Ақгүл, Жеңіспек, отбасы, 75. Н дыбысына аяқталатын сөздерге Б, П дыбыстарынан басталатын қосымша немесе сөз тіркесетін болса, Н дыбысы М болып өзгеріп айтылады. Мысалы, 11, 15, дүйсенбі, сенбі, күнпарақ. Н дыбысынан кейін Қ, К, Ғ, Г дыбыстары келсе, Н ың болып айтылады. Мысалы, оң ғой, күн көру, нанға бару, дүкенге бару. З, С дыбыстарына аяқталған сөздерге Ш дыбысынан басталатын қосымша жалғанса, Ш болып айтылады. Мысалы, теңізші, кеңесші, жұлдызша, орысша. З дыбысынан кейін С дыбысы келсе, С болып дыбысталады. Мысалы, көзсіз, тұзсыз. Кішігірім мысал беріп кетейін. Балалар, бала деген түбіріміз жуан болғандықтан, оған жалғанатын қосымшада жуан болды. Бұл біздің заңға бағынып тұр. Әні сөзіне лер деген көптік жалғауы жалғанды, жіңішкеге жіңішке жалғанды, бұл біздің заңдылық. Егер осы заңдылық сақталмаса, онда ол үндестік заңына бағынбады деп айтады екенбіз. Дыбыс үндестігіне байланысты. Кішігірім сіздерге есімізде есте сақталу үшін формулаларын айтып өтейін. Бірінші тұрған дыбыс, яғни ілгері тұрған дыбыс өзінен кейінгі дыбысқа әсер ететін болса, онда оны ілгерінді ықпал деп атайды екен. Егер кейін тұрған дыбысымыз өзінің алдындағы тұрған дыбысқа әсер ететін болса, онда оны кейінді ықпал деп атайды екенбіз. Кейінгісі күшті болуына байланысты кейінді ықпал деп атын атаған. Тоғыспалы ықпалда бұл өте оңай, екеуі де бір-біріне әсер етуі. Екі дыбыста өзгеріске ұшыраған жағдайда ғана бұл тоғыспалы ықпал болады екен. Біз көбінесе мына дыбыс үндестігіне қазір тоқталып өтеміз. Біз барлығымыз жақсы білеміз, қазақ тілінде 42 әріп бар, 37 дыбыс бар. Осы 37 дыбысты біз екіге бөліп қарастырамыз. Олар дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. Бұлар ненің қатысына қарай бөлініп жатыр? Бұл салдыр мен үннің қатысына қарай, салдыр мен үннің мөлшеріне байланысты бөлінеді. Қатаң дегеніміз ол тек қана салдырдан тұратын дыбыстар. Ұяң дыбыстар олар салдыры, басым дыбыстарды айтады екенбіз. Үнді дыбыстар бұлар салдыры да бар, үні де бар, бірақ ұянға қарама қарсы үні басым дыбыстарды үнді деп атайды екенбіз. Үнді дыбыстар деген сол жерден келіп шығады. Енді тағы да дауысты дыбыстарды да қосып қарастыруға болады. Дауысты дыбыстарымыз ол тек қана үннен тұратындар екен. Яғни олардың құрамында салдыры болмағандықтан олар дауысты дыбыс болып кеткен. Енді осы жерде назар салсаңыздар, қатаң дауыссыз дыбыстарымыз олар тек қана салдырдан тұрады. Осы төртеуінің құрамын салыстыратын болсақ, үшеуінде де үн бар. Қатаң дауыссыз дыбыстарда ешқандай үн жоқ, тек қана салдыр. Енді біздің жаңағы айтып отырған ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпалымыздың басым көпшілігі осы жерден келіп шығады. Қатаң дауыссыздың қасында мына дыбыстардың біреуі келетін болса, онда осы жерде құрамындағы үндердің мөлшеріне байланысты
мүлдем үні болмағандықтан сәйкес келмей дыбыстардың бір-біріне ықпал етуі пайда болады. Яғни үндестік заңы дегеніміз осы жерден шығады. Қатаң дауысты дыбыстардың құрамында мүлдем үн жоқ, қалғандардың құрамында үні бар. Үндердің құрамы сәйкес келмегендіктен осы жерде дыбыстарымыз бір-біріне өзгеріске ұшырайды. Енді оны мен сіздерге мысалмен түсіндірейін. Мысалы, айтып бар сөзінде ықпал П мен Б-ның арасында болады. Неліктен? Себебі П дыбысы ол бізде қатаң, ал Б дыбысы ол бізде ұяң дыбыс. Қатаңның қасында басқа дыбыстар келгендіктен құрамы жағынан үнде өзгерісі бар болғандықтан бұл жерде ықпал болады. Айтылу барысында айтып бар деп Б дыбысы П дыбысына өзгеріске ұшырап кетеді. Бірінші тұрған дыбысымыз екінші тұрған дыбысқа әсер еткендіктен ілгерінде ықпал болады екен. Келесі, ағылақ сөзінде Қ дыбысы қатаң, Л дыбысы үнді. Айтылу барысында ағылақ болып өзгеріске ұшырап кетеді. Қайсысы күшті болды? Л өзгерген жоқ, яғни екіншісі бірінші тұрған дыбысқа әсер етті, онда бұл жерде кейінді ықпал болды. Жаңа мен айтып өткен ережеміздей, Қ дыбысы қатаң, Л дыбысы үнді болуына байланысты ықпал болып жатыр екен. Дәл осылай басқа сөздерімізде де осылай кете береді. Енді осы жерде біз назар аударуымыз керек мына 7-ші мысалға. Ата-ана сөзінде қандай ықпал бар? Қай жері оны өзгереді деген кезімізде орфоэпия заңдылығы бойынша ата-ана сөзін ата-ана деп емес, ата-ана деп айтады екенбіз. Осы жерде өкінішке орай көпшілік мұғалімдер екі дауысты келсе, оның барлығында кейін ықпал болады деп түсіндіретіндері бар. Олай емес. Оны түсіндіру үшін тағы бір сабақ түсіруіміз керек. Оған біздің уақытымыз жоқ болғандықтан мен сіздерге бұлай айтып өтейін. Екі дауысты келген кезінде біріншісі екіншісіне әсер ететін жағдайларда кездеседі. Мысал беретін болсақ, жұмәділ сөзінде жұмаділ, әділ сөзіндегі ә түсіп қалған, бұл жерде ілгерінде ықпал болады екен. 10-шы мысалды қарастырайық. Осы жерде назар аударған болсаңыздар, ш дыбысы, с дыбысы қатаңдардың ішінде және ұяңдардың ішінде өз-өзімен сыйыспайтын, бір-біріне ықпал ететін дыбыстар болады. Соған мысал осы ш мен с дыбыстары. Ш мен с дыбыстары келген кезінде ш дыбысы с дыбысына әсер етіп, ашса сөзі орфоэпияда ашша болып айтылып кетеді екен. Осы жерде бұл тоғыспалы ықпал деп айтатындары бар. Бұл тоғыспалы ықпал бола алмайды. Тоғыспалы болуы үшін екеуі екі түрлі дыбысқа өзгеру керек. Бағы сөзіне назар аударайық осы жерде. Бағы сөзінде оның түбірі бақ болған, оған деген тәуелдік жалғауы жалғанған кезінде дыбысы қ дыбысын өзгеріске ұшыратқан. Бейсенбай сөзінде н мен б дыбысы. Н мен б дыбысында және н мен п дыбыстарында қазақ тілінде м, б, м, п дыбыстарына өзгеріске ұшырап кетеді екен. Бұл жерде екінші тұрғаны әсер еткендіктен барлық жағдайда кейінді ықпал болады екен. Есебі сөзінде бағы сияқты түбірі оның есеп болған, тәуелдік жалғауы жалғанған кезінде п дыбысы б дыбысына өзгеріске ұшыраған. Сондықтан бұл жерде кейінді ықпал болған. Есжан сөзінде с мен ж келіп тұр, тоғыспалы ықпалымызға бұл жерде мысал бола алады екен. Есжан сөзінде айтылу барысында есжан болып кетеді, яғни екеуі де өзгеріске ұшырағандықтан бұл жерде тоғыспалы ықпал болады екен. Жетешкі сөзінде екі дауыстының келуіне байланысты. Жетешкі сөзінде айтылу барысында орфоэпияда жетешкі болады екен. Яғни дыбысы түсіп қалды. О дыбысының түсуіне дыбысы әсер еткендіктен бұл жерде кейінді ықпал болады екен. Енді осы мысалдарда ұбт-дан келген сұрақтарда көрсетейік. Буын үндестігіне бағынбайтын сөздер қатары. Үндестік заңында басында айтып өттік. Буын үндестігіне бағынбайтын дегеніміз ол жуан мен жіңішке араласып кеткен. Екі сөзіміз де буын үндестігіне бағынбайтын болуы керек. Баланыкі әжесіне А нұсқасында баланыкі сөзі дұрыс жауап бола алады, бірақ әжесіне сөзі бола алмайды. Өйткені барлығы бірыңғай жіңішке, сондықтан А жауабы дұрыс жауап емес. В нұсқасы күрекпен бірыңғай жіңішке, сондықтан бұл дұрыс жауап бола алмайды. С нұсқасы сән қой болуы мүмкін, бірақ мәтін барлығы бірыңғай жіңішке болғандықтан бұл дұрыс жауап бола алмайды екен. Балгер сөзінде балгеріміз бола алады, өсімтал бола алады. Сонда дұрыс жауабымыз біздің Д жауабы. Неліктен бұл дұрыс жауап болды? Себебі балгер дегенде бал жуан, гер жіңішке. Өсімтал дегенде өсім жіңішке, тал жуан. Яғни жуан мен жіңішке араласып кетті. Сондықтан бұл бізде дұрыс жауап болады екен. Келесі сұрақ. Ілгерінді ықпал кездесетін тіркесті табыңыз. Ілгерінді ықпал бірінші тұрған дыбыстың екіншісіне әсер етуі. Ала қас сөзінде ала дауысты, қ қатаң, дауысты мен қатаң бір жерде келмейді дедік, дыбыстар бір-біріне әсер етеді, қа ала ғаз болып айтылады, қ ғға өзгеріп кетті, онда дұрыс жауабымыз біздің А нұсқасы.
қатаң ұяң үндіні ажырата алатын болсақ, онда ықпалдарды ажырату өте оңай болады.